ұққаным, ірге тасы жоқ үй құламай ма? Достар, кеше ғана мен Араб Біріккен Әмірлігінің Абу-Даби және Дубай қалаларында болып келдім. Ол жердің тазалығы мен қызметтің сапасын көріп келдім. Және де не деген ұлтшылдық, не деген рух, не деген тектілікті көріп келдім. Үйдің тірегі фундамент болса, адамның тірегі шариғат екенін түсіндім. Ағылшын тілін үйренбегенімізге өте қатты өкіндім. Біз жолдасымыз екеуміз ағылшын тілін білмедік. Екеуміз аузымызға талқан салған гүн болып жүрдік. Ыңға түсінбейтін, дымға түсінбейтін адамдар ұқсап жүрдік. Сөйтіп біз тіл білмегенімізге қатты жапа шектік. Ағылшын тілі дүниенің тілі, ал араб тілі ол мәңгілік тіл екенін түсіндім. Абай атамыз да, Шәкәрім атамыз да неге мықты болған? Өйткені араб тілін білген, шариғатты ұстанған. Мінекей, шариғатты ұстанған адам ол мықты адам. Шариғатсыз адам әлсіз адам болады екен. Өзімізді үнемі дамытпаймыз. Араб тілін үйрену үшін ол тегін мешітке күнделікті бір уақытыңды арнап барсаң үйреніп аласың. Ал ағылшын тілінде қаражатсыз үйренем десең, ютубта сабақтары толып жатыр. Әртүрлі деңгейде. Бірақ біз оған уақыт таппаймыз. Біз тойға барып даңқаса 6 сағат ана музыканы тыңдап миымызды езіп келуге уақыт табамыз. Бірақ күніне бір сөз, өзге тілде бір сөз жаттауға уақытымызды арнамаймыз. Егер де осы видеом сіздердің саналарыңызда бір кішкентай нәрсе оятқан болса, бөлісуді ұмытпаңыз және маған тіркеле кетіңіз. Басқа тілді де үйрене жүрейік.